Баршаңызға сәлем, мен арнама қош келіпсіздер. Бүгін өте дәмді, хош иісті жаздық көкөністерден армяндық салат дайындаймыз. Ең алдымен баклажан мен кабачкиді ортасынан екіге бөліп, тілімдерге турап шығамыз. Тілімдерді жұқа қылмай, сәл қалыңдау қылып тураймыз. Баклажан мен кабачкиді мен үлкен біреуін турадым. Сіздердің көкөністеріңіз кішкентай болса, 2 данасын алып турамыздар. Егер кабачки ұнатпасаңыз, баклажанын көптеу қосып, кабачкиін аз турасаңыздар болады. Көкөністердің мөлшерін өз талғамыңызға қарай туралап қосасыздар. Ары қарай жалғастырмас бұрын каналыма міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Туралған тілімдерімізге тұз қосып, жақсылап араластырамыз. Тұзы жақсы сіңу үшін шетке 5 минуттай уақытқа алып қоямыз. Әзірше басқа көкөністерді турап дайындап қоямыз. Пияз, болгар бұрышы және де қызанақты жартылай дөңгелекшелерге тураймыз. Қызанақтың бір үлкен немесе кішкентай 2 данасы керек болады. Сарымсақ пен аскөкті майдалап тураймыз. Мен петрушка мен укропты қостым. Қалауыңызша кинза қоссаңыздар да болады. Көкөністеріміз дайын. Енді табаға май қойып қыздырамыз. Баклажан мен кабачки тілімдерін жайып салып шығамыз. Табанын қақпағын жауып, қатты отта 1-2 минут қуырамыз. Қуырылған соң екінші бетіне аударып, дәл солай 1-2 минут қақпағының астында қуырамыз. Қалған тілімдерді де осылай қуырып аламыз. Баклажан мен кабачки қуырған табаға кішкене май құйып, пиязымызды саламыз. Пиязды 2-3 минуттай уақыт қуырамыз. Болгар бұрышын қосып, араластырып қуырамыз. Болгар бұрышында 1-2 минут уақыт қуырса жетеді. Болгар бұрышы езілмей, қытырлап тұру керек. Туралған қызанақтардың жартысын жайып саламыз. Қызанақтың үстінен қуырылған кабачок пен баклажандарды жайып саламыз. Мелисін дәмдеу үшін қосамыз. Осы дәмдеуіш ерекше дәм беріп тұрады. Үстіне қалған қызанақтарымызды саламыз. Майдалап туралған сарымсақты қосып, табамыздың қақпағын жауып қоямыз. Баяу отта 5-10 минуттай уақыт бұқтырамыз. 5-10 минуттай уақыт бұқтырылған соң аскөктерді қосып, жақсылап араластырамыз. Осымен біздің жаздық көкөністерден дайындалған армяндық салатымыз дайын болды. Салаттың иісі де дәмі де тәбет ашарлықтай өте керемет, нанға қойып жегенге күшті кетеді. Ыстық және салқын күйінде де дәмді болады. Лайк басып комментарий қалдырып кетіңіздер. Астарыңыз дәмді болсын.